көңіл күйде керемет. Енді қарым-қатынас қалай болып жатыр деген сияқты сұрақ қойылатын дүниелер көп, Шерхан. Баласа ханым, қайырлы күн, қазақ елі қалайсыздар? Міне, Сұлтан бэндті қараңыздаршы, не деген керемет ән айтып жатыр да. Бірақ мен бір нәрсе түсінбеймін, жобада отқан бойы кішкентай қортық жігіттер деймін да. Аяқ астына бәле болып, алдында тұрып алып бір секірсе де. Ай, Шерхан. Мен бір түсінбейтін дүнием, бұлардың көзіне біз қалай көрінеді екенбіз деймін да. Әлем жалпы қалай көрінеді. Жоғарыда тұрып алып секірсе де байқұс камераға жетпей жатыр. Ағалар, мына кісілерді арнайлап аласыздар ма, өтініш. Бұл кісілер байқұстар көрінгісі келеді, секіргісі келеді. Алыңыздаршы өтініш. Міне қарашы, төртеу алдында біз деген. Кім айтып жатсың сен? Шерхан ұзын болсаң мейлі. Төртеуіңіздің бойларыңыз бір-бірдей екен, төртеуі де микрофонды ұстап алды. Шерханның сөзі жаны бар сияқты. Шерхан бергеш? Жоқ, мен айтамын да Балауса ханым. Нұрсұлтан айтса бір жөн. Ғалымжан айтса бір жөн. Шерхан не өспей қалған, не түспей қалған ортада қалып қалған жоқ та негізі, білмеймін енді. Мынандай бар, қазақта жақсы сөз бар да, алды болма, арты бар ма, ортасы болған дұрыс та. Енді сендер сияқты Кішкентай шайнек тез қайнайды дейді, ол дым да істей алмай жатыр. Айғырдың бойына қарама, пысқырғанына қара дейді біздің қазақ. Не билей алмайды, не көре алмайды, айтшы. Средний адамға айтшы, жаңағыдай мақал айтшы. Дым жоқ бұда. жоқ, мынау ше таң қалатын дүние қарасы, өздері кішкентай болса тілдері ұзын да. Бұларды естіп сөйлетіп тұру керек. Ұйықтайды эфирда. Осы Айжан мен Шерхан екеуі бізге керек сөйлеттіру үшін, ашуларына тию үшін қозғалып кетсіңдер. Бекзат? Айт не белді. Жоқ, айтамын да ше, бағана айтып отыр ғой бәрі. Андайда бой салыстыратын емес, ой салыстыратын заман ғой қазіргі заманда, иә, мысалға. Шынымен ғой, құрсын, біз онда қатты емес біз негізі. Просто среднейміз. Жақсы, Нұржан не айтайын деп жатыр екен осы? Өз бой кішкентайлардың өз корони сөзі бар. Оймен салыстыр жаңағы. Кішкентай шайнек тез қайнайды. Ол шайнекке байланысты емес, астындағы отына байланысты. Қатты қойсаң дәу шайнек те тез қайнайды негізі. Хорошо. Мына Шерхан түсінбей жатырмын. Жыртық тесікке күліп жатыр. Бұл кісі де сәл-ақ қой енді бойы. Негізі ана Нуни айту керек ол нәрсе. Нуни тұршы орныңнан. Жаңа төрт Нуни жанына барып тұршы айналайын аналар. Сәл ұялып өтіп отыратын жер деп алдым да. Міне мынандай болады бой деген ағайындар, міне қараңыздар. Бекзат, кішкентай шайнек. Қара. Мынандай болады бой деген. Осындай болады. Ой, Нұржан. Не болды, Нұржан, Бекзат? Жоқ, Балауса ханым. Ашуланып кеттіңіз ғой. Балауса ханым ол. Сол көрдіңіз тез қайнап жатырмық қой біз. Тез қайнап жатырмық. Міне осыдан белгілі болып тұрады да. Жоқ, Нұри тұршы мен салматсаң вообще түспейді екен ше. Берге бер. Жоқ, ол кім пайдасы жоқ. Бәйтерек сияқты әшейін тұр, не керегі бар? Әшейін. Бәйтерек. Не сөйлемейді бейшара, не билемейді. Шүкір бізде бар, біраз нәрсе бар. Бар ғой. Балауса ханым. Жақсы жігіттер жайғасыз. Бой жайғасыз бастап жатыр ғой Шерханша. Бұл жерде жаратылыс ол Құдайдан да, мысалшы. Ал ары қарай адам бойына барлық қасиетті өзі жинайды. Аллаға шүкір, мына жерде тура сондай сөзді айтып жатқан жігіттердің любой жарыс, спорт болсын, білім болсын, ән болсын, любой өнер болсын, любоймен озып алатынына мен өзіме сенімдімін. Менің ешқандай да күмәнім жоқ, енді Шерхан сәл. Негізі Балауса қараңыздаршы, өздері мойындап отыр ғой, өздері оталып кетіп жатыр. Негізі әзіл, қараңыздаршы, барлығының көңіл күйі керемет болып қалды. Мен дәл осылай әзілмен бастағым келді. Ойларың, сендер ұзынсыңдар жігіттер. Болды, сендер мойындадық. Бұл әңгіме негізі кешеден бері талқыланып жатыр. Бұл әңгіме кешеден бері талқыланып жатыр, ұзын қысқа дегенше. Мысалы, енді бөлініп жатыр да, ұзындар бері. Талқылайтын несі бар, өспейсіздер осыдан кейін бар. Балауса ханым, бойдан өспей ақ қойдым. Осы бойыма Аллаға шүкір. Мен осы бойыммен ширақ қимылдаймын, ширақ жұмыс жасаймын, ширақ ойланамын. Мысалы, боксер Дэвис деген жігіт танисыздар ғой, американский. Мысалы, оның бойы менімен бірдей, 1.65. Бокста, мысалы, бүт әлем таниды да. Илья Тапурия. Бойы 1.70. Одан да қысқа негізінде. Тағылдерді айтамыз деп, Нұрдәулет, оны дәлдеудің қажеті жоқ. Сізді қалай барсыз, солай жақсы көреді, солай. Мәселе, енді мен ойлаймын, әзілің жараса, таңмен ойна дейді. Біздің Шерханның өзінің бір бойы қатты ұзын емес қой, бірақ сіздерге бір... Менде тесейінші онда. Шерхан, дау битші. Ой, жігіттер, кішкентай бала сияқтысыздар. Жаным, бауырым. Ал не істейміз, Шерхан? Қараш, Балауса ханым, мен үміткерім жанында бойым кішірейіп бүйтіп жүргенше, бойым кішкентай болып жүргенше дәл жүре берейін. Жоқ, ертең сол үміткер бір нәрсе болып қалса, намен көтереді ғой Балауса ханым, боймен емес, намен көтереді. Еще салмақ болу керек та, не салмақта жоқ қой мына. Шерхан жаным бір системалы бар, Шерханға көтеріп жүре бересің оны. Ой, жігіттер, қойыңыздар. Спортзалға барады, содан кейін көрсетесіздер. Біз де өсеміз әлі. Болмаса бәріміз моншаға барып сөйлесейік бәрі. Жігіттер. Ақыр қоймай жатсыздар ғой. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Бүгінгі сыйлық қандай болады? Қазір өздеріңізге көрсетіп жіберейін. Білесіздер, бұл керемет әшекей бұйымдарға арналған дүкен. Бүгін мынадай
әдемі алқаны ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл алқаны ұтып алу үшін эфир барысында көрсетілген 5 белгіні арнайы постасына жазып қалдырасыздар. Алғашқы белгі Диастың қолында. Диас, айта қойыңыз. Ақын жігіт. Мен ақын жігітте бел мақтаған, ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Біз құрметті көрермен енді эфирімізді бастайық, және де өзі сұрап алған, тілеп алған, шақырып алған, таныстықта жүрген Нұрдәулет. Келіңіз, күліп жатыр ғой бар, тағы да сізге. Келіңіз. Ой, Алишер мен Бекзат екеуміз уәзір сияқты. Өзін қысқа сезінбесін дегеніміз ғой. Қойыңызшы. Мен ондай сезінбеймін, шүкір. Иә. Қалайсыз, жақсысыз ба? Барлығы күшті Баласахан. Бәрі жақсы. Барлығы жақсы. Бинұр қалай? Бинұрда да жақсы. Кеше Шақырамыз кездесу ба? болды, шақырайық. Бинұр, келіңіз. Бинұр, қош келдіңіз. Бәрі жақсы. Кездесу болды ма сіздерде? Фото-видеоларыңыз бар? Жақсы, көрейік. Романтикаға толы кездесу болған сияқты. Сыртта гитарамен ән айту бар, киноға барыпсыздар. Ал тыңдап тұрмын. Баласахан мынандай бір минимализммен бір күшті бір романтичный бір кездесу болды сондай. Түнде как раз кеше Алматыда жаңбыр жауды, жердің бәрі жылтырап, бір асфальттардың барлығы әдемі көрініп, серуендеп те қайттық, әңгіме де айттық, киноға да кірдік, эмоция алып кішкене кинодан. Бинұр, сізге қалай болды? Бәрі керемет өтті өте. Бәрі ұнады. Енді былай ғой, сіздер бір-бірлеріңізді сырттай бақылаған емессіздер, таңдаған жоқсыздар. Тек қана Нұрдәулет, сіз сырттай көрдіңіз, бір-екі рет эфирге келгенін көрдіңіз, басқаша білмейсіз. Сіз Бинұр жайлы не ойладыңыз бұған дейін, және танысқаннан кейінгі ойыңыз бір расталды ма, әлде басқаша қыз екен деген сияқты ойда алдыңыз ба? Ашып айтып берсеңіз. Негізі тура өзім ойлағандай. Мен білдім, кішкене тұйықтау болатын, сәл тұйықталды. Енді ашылмады да. Ол бірінші кездесуде бәрі болады. Мен өзімде бір танысқан кісімен бірден ашыла кетпеймін. Бір уақыт өте келе, сосын барып бір әңгімелер айтылып деген сияқты. Кеше мен ғана бір сөйлеп оттым, сұрақтар қойып оттым. Бинұр жақтан тек жауап беріп, барлығы дұрыс па деп, мен бір нәрсе дұрыс емес, ұнамай қалды ма деп қайта-қайта сұрап отырдым. Барлығы жақсы деді, барлығы ұнады деді. Гитарамен ән айтатын жігіттер ұнайды деп айтты. Сөйтіп ұнайтын қасиеттерім. Сіздандыңыз ба? Әлде өзіңіз жаңа бірінші кездесу ғой, сәл бақылайын дедіңіз бе? Бірінші кездесу үшін сол аша алмадым өзімді. Бірақ негізі қалай? Сіздің көзқарасыңызға Нұрдәулет қандай? Өте сабырлы, қызды сыйлайды, романтик, өзі керемет вообще. Маған өте ұнады. Сізге қатты ұнады? Бірақ сіз еш нәрсені артық көрсетпеуге, артық сөйлемей, бірінші өзін бақылайын дедіңіз, иә? Стаған болып тұр ғой былай айтқан кезде. Енді Баласахан бірінші алдында эфирға келгеннен кейін, шыққаннан кейін кездесе алмадық, өйткені менде бір мәселелерім болып қалды. Оның барлығын Бинұрдың өзіне түсіндіріп айтып, үйге барғаннан кейін хабарласам дедім. Сәл кішкене кешірек болса, үйге барып, телефон арқылы сөйлестік. Переписка емес, кәдімгідей даусымызды тыңдап отырып. Енді көп әңгіме айттық, бір сағаттай әңгіме айттық телефонның өзімен. Сосын ба бір айтылатын әңгіме болмады да, телефон арқылы барлығын сұрасып білісіп алдық. Сол үшін бір киноға барғаным бар. Киноға барғанымыз бар. Жәнібек? Алишер? Негізі енді жаңағы эфирдің басын байқаған шығарсыз, бойдың әңгімесі болып жатыр, анау-мынау. Енді мен байқағаным, кішкене Бинұрдың бойы сәл ұзындау екен да. Енді сіздің өзіңіздің көзқарасыңызды айтып берсеңізші, нақтырақ. Ой, енді қатты рөл ойнамайды ғой негізі, Жоқ. бәрі нормально, Иә, бәрі нормально. болды, Шерхан түсінсе болды сондай жатқан ғой. Кеше негізі бой туралы биік өкшелі сияқты, иә? Көп сантиметр менің ойымша, 12 сантиметрдей бар сияқты. Кәдімгідей бар екен негізі. Енді былай ғой, кеше сұрағам негізі бой жайлы. Сен бойың қанша деп. Сол кезде негізі екеуміздің бойымыз бірдей екен. Каблук болмаса. Енді еще андай бір табандар қалың емес, андай жай киемін ғой. Өйткені өзім бойым ұнайды да. Әйтпесе менде комплекс ұстап биік киіп алсам болады ғой, Алишер сияқты ше. Деген сияқты ғой енді.
солай балауса ханым, өте күшті кездесу болды. Кинода отырып біраз күліп те алдық. бәсе Жылап әлішер та биік алдық. көрінесіз басқаларға. Иә, ана аяғынан шешсе бірдей бізбен. Өзінше жүрген нәрсе кимен келген ғой мен. коробка салады еще астына оны. Жоқ қоймайды екен мен. Жақсы. Айжан? Осы жерде қыздарға айтып кетейінші, Бауырса ханым. Бинур, қош келдіңіз. Рахмет. Қыздар көбінесе енді бойға алданып қалуы мүмкін осы жерде. Өйткені мен өзімде де бір сондай бір қызық жағдай болған. Бойы қысқа бір жігіт кезінде, мектеп кезде, студенттік кезде сондай бір қатты бір сөйлескісі келген мен. Бірақ мен өзім қашып, сол кезде бойы Нұрсұлтан сияқты жігітпен сөйлесіп кетемін ғой. Сөйтіп ана жігіт енді айтады, жаңағыдай жоқ, мен жаңағыдай енді бәрін көрсетеді ғой. Енді бойы ұзын мен бойы қысқаның екеуінің айырмашылығы, бойы қысқаны все-таки таңдау керек, өйткені жаңағы жігіт кейін өзі дәлелдеді, что бойы қысқа жігіттер бәріне жаңағыдай жететіндігін өмірде. Сондай жетістіктерге жетті. Иә, Балауса ханым. Сондай. О, болды, бойын әңгімесін қояйықшы болды. Мен соңғы айта салайыншы. Иә. Соңғы айта салайын енді. Мақтанғандай емес, Балауса ханым, негізінде мен осы жерде краш дегенді қаншама бойы ұзын жігіттердің арасынан алдым. Ханзадалықты қаншама бойы ұзын жігіттердің арасынан алдым да. Болды ғой, болды. Қолдан келіп тұр, ми істеп тұр, күш бар деген сияқты. Болды, бой ештеңе. Нұржан? Негізі Айжан миы өте қатты істейді балауса ханым ше. Неге? Жайлап әңгімемен үйкеп әкеле жатыр ғой Жәнібек ағама қарай ше. Бой кішкентай негізі. Бой кішкентайларда нормально бола береді деген сияқты болып отыр ғой бұл кісі. Жәкеңді әйтеуір жымың етіп, Жәке өзіңіз бірдеңе деп жүрсіңіз осы орайда. Күлімдеп қалды ойпырмай. Бәсе, Не болды? бірге отыр едіңіздер. Сторисқа да бірге Нұржан, Ақерке, Бекзат, Энзира, Жәнібек, Айжан. В общем, Шерхан құлаған алтын сырға түсіндің ғой, үшін, Шерхан, бойы қысқалар қандай екен, көрдіңдер ғой, біліп жүріңдер. Мақтап қал, жоқ, рахмет, дұрыс айтты негізі. Сізде бір арқаңыздан жүк түскендей бір. Деп басында бет келе жатты да, мен мен жамандайын дедім ма деп, сонда айтып бір көтеріп жіберді. Ақылыңыз екен, Иә, аяулым. Сәлеметсіз бе, Бинур? Мен ол жерде Балауса ханым не көріп тұрмын. Бинур жаңа айтып жатыр. Өз-өзімді ұстандым деп, бұл қызға тән жақсы қылықтың бірі. Осы жерде енді алдында бізде бір қыз болды ғой, бірінші кездесуден ақ еркелетіп, қолынан ұстап кетіп, сол қыздарға бір құлағына алтын сырға, осындай бір қыздардан үлгі алатын қыз екен. Енді сізге сұрақ қойғым келіп тұр, Бинур. Бұйырса, егер де ата-анаңыз барлығы қарсы болмаса, қанша уақытта тұрмысқа шығып кетуге дайынсыз? Қалай жауап берем білмеймін. Енді көреміз, енді уақыт көрсетеді. Бәлкім өзіңіздің қалауыңызды айтсаңыз болады. Бәрібірде енді әрине ғашық болып, мен осы адам менің адамым деп сенімді түрде тұрмысқа шығып кететін де кездер болады. Бірақ дегенмен дәл қазіргі өзіңіздің ұстанымыңыз бойынша мен әлі де бір жарты жыл сөйлескім келеді, немесе бір жылдай жүріп, содан кейін тұрмысқа шыққанды жөн көрем деген сияқты айтып жатады ғой әртүрлі. Иә, солай деп ойлаймын. Бір-бірімізді жақсылап танып, содан кейін Балауса ханым, мен Жаңа айттыңыздар ғой, кинода күлдік, жыладық деп. Иә, Балауса Сол ханым. кім жылады? Сіз бе жылаған, Бинур? Қыз болғаннан кейін енді қыз жылады. Иә. Мен өз-өзімді ұстадым. Қыздың қасында жалғыз өзім отырып көрсем жылап қоятын ана киноны көргенде ше. Жоқ, енді бәрібір ғой енді кино, эмоция, киноны сол үшін көреміз ғой, эмоция алу үшін. Ше қарап отырсам бүйтіп отыр, білдіртпей жылап отыр ғой ше. Иә, жүрегі жұмсақ, солай шығар. Мен әлде басқа нәрсе болды ма? Балауса ханым, мына жақта аяулымға мен қарсы шығайын деп отырмын. Сен басқа қыздар құлақ қапыс деп отырсың ғой. Бұл қыз наоборот бірінші кездесуде бесиісіп амандасып отыр ғой. Мысалы біз алдында кімнің Аиданың қол ұстасқанын жерден алып жерге салдық қой. Ал бұл жерде бірінші кездесуде екеуі бет сүйісіп амандасқанға сен қалай құлақ қапыс деп айта аласың? Айта кетейінші, өтініш, енді мені түртіп айтып кетіп жатыр ғой. Негізінде енді бірінші кездесуде ашылып, енді өзімнің болмысым сондай болғаннан кейін ашылып сөйлескен жақсы шығар. Тем 101 роза сұрап ресторанға апармағанда ренжігеннен қарағанда. Осы жерде Балауса ханым жауап бере жіберейін. Енді мен 101 роза сұрасам, демек мен соған достойная қызым. Ол менің самооценкам. Өзінің самооценкам төмен болса, маған атылып қажет жоқ. Хорошо, Аида, сен солай бірінші кездесуде біреудің қолын ұстап, оны еркелетіп жүре бер, ол сенің деңгейін. Екеуін қоя беріңдерші, жарайды, потом сөйлесе аласыңдар. Мен нағыз түсінбей тұрмын. Саған ерсі емес па? Бірінші кездесуде бет сүйіп Ол маған да неожиданно болды. Сіз что-то вообще маған агрессияңыз ұрып. Жоқ, агрессия емес, мен сізге жай сұрақ қойып жатырмын, сол сұраққа жауап берсеңіз. Жоқ, ол жерде бар ғой андай бір конкретно бетінен сүйіп тұрған емес, болады ғой бір бетінен амандасу үшін дей салатын. Сондай амандасу да? Балауса ханым, айта кетсем болады ма осы жерде, Диасхан? Тыңдап сөйлейік бір-бірімізді, Ринат. Саламатсыз, Балауса ханым, әдеттегідей құлпырып тұрсыз. Қош келдің, Бинур. Сәлеметсіз бе? Мен мына жерде просто балдарға да қыздарға да айтып келіп отырғаным ғой, Балауса ханым. Өйтіп ананың әңгімесін теріп, мынаның әңгімесін теретінім жоқ. Мысалы, Бинурға айтып келіп отырған Балауса ханым, әдемі жігіт сізді таңдады. Нұрдар өте керемет жігіт, оны айта аламыз да. Неге десең, қыздарға деген құрметі ерекше.
екеуіне тек бақыт тілеймін, болды балауса ханым. жақсы, жаңа қыздардың сөздері қалып кетті. Аяулым, Аида, ойларыңызды аяқтаңыздар. Енді самооценка туралы аялым айтпай ақ қойса болады, өйткені әр адамның жаратылысы әртүрлі. Мен, например, ашық қыз, жарқын қыз болсам, ол мүмкін қымбат нәрсе сұрайтын шығар. Негізі енді қарапайым жан болғанда онда тұрғандым жоқ деп ойлаймын. Жігітті қинадан қарағанда өзім секілді, өз-өзіме ұнайды мен негізі. Баласаған негізі мен осы қатысушылар түсінбеймін да. Бір кішкентай нәрсені, мен тимеген нәрсені тердей қылатын бір бет сүймей амандаспай жүрген адам сияқты, бір садиктегі баланың әңгімесін айтпаңдаршы. Үлкен ер азамат бетпен сүйіп амандасқан тұрған не бар мысалы? Қазіргі заманда бәрі сөйтіп амандасады негізі. Өздері де сөйтіп амандасады, мысалы үміткерлері бола тұра деген сияқты ниет. Ондай керек емес, бүйтіп тұр оны. Ане қалып кетті. Әлішер, сен өзің мысалы ойлап қарашы, қызың бірінші рет бір жігітке кездесіп тұр, бет сүйісіп амандасу. Дұрыс айтып тұр мен ойлап қарағаннан кейін айтып жатырмын осы нәрсе. Мен өзім 30-ға келіп, үміткермен 4-5 рет кездесіп, бізде ондай әлі де болған жоқ мысалы, даже қолынан ұстау болған. Ол Жоқ, андай ғой, негізі әр адамның баласы ханым несі болады ғой мысалы. Білмеймін, қазір мысалы мен сенің дүниеңді айтатын болсам, сенде де кезінде көрдік қой біраз дүниені. Еркектік іс әрекетке сай емес дүниені жасаған кездерің болған. Бірақ сен сол моментте сенің бетіңе ешкім ештеңе басқан жоқ, дұрыс па? Бұл жерде енді адамгершілікпен адам бет сүйіп амандасайын деп тұрса, бетін тартып қалмайды ешкім. Ол сыйластық деген дүние. Қалай айтсаң да қыз баланың бетпен бірінші кездесуде сүйісіп амандасу меніңше ол жат нәрсе. Әлішер, қолымыз жіктер болады ғой. Сондай әңгіме ғой осы. Біз ондай емеспіз. Олай емес, сөздеріңізді бөлейін, бізде дәл Ақерке мен Сержанның ара қатынасы басында өте жылы басталды. Екеуі де бір-бірін сыйлап, ортақ әңгіме таба білді. Дегенмен уақыт өте келе олардың көзқарастары мен армандары екі түрлі жолға түсе бастады. Ақерке өмірден тұрақтылық, сенімділік іздеді, ал Сержан еркіндікті, тәуекелді, жаңа мүмкіндіктерді көбірек қалады. Осы айырмашылықтар олардың қарым-қатынасында жиі кикілжің тудырды. Кей сәтте татуласқанымен екеуінің ойы мен өмірге деген талпынысы түбінде сәйкес келмейтінін түсінді. Ақерке жүрегінің түбінде Сержанды жақсы көргенімен болашағына сенімді болмады. Сержан да Ақеркеге шын көңілмен қарады, бірақ өзін шектеуге дайын болмады. Сол себепті олар бір-біріне ауыр сөз айтпай, жақсы қоштасуды жөн санады. Жолымыз бөлек болса да, сыйластық бізде қалады деп тарқасты. Яғни, Ақерке мен Сержан қосылған жоқ. Бірақ олардың арасындағы ара қатынас адамға сабақ болатын, жүрекке із қалдыратын әдемі бір кезең болып есте қалды. Қоштасқаннан кейін Ақерке біраз уақыт өз-өзіне келе алмады. Өйткені ол Сержанға шын мәнінде бауыр басып үлгерген еді. Дегенмен уақыт өте келе ол осы шешімнің дұрыс болғанын түсінді.